Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Хамза Шираз белбеуін босатады. Кешелі бері шығып жатқан жаңалықтарға сүйенетін болсақ, бәрі осыған алып келе жатқан секілді. Шираз әлде болса допингпен ұсталған Жәнібекке қатысты шығарылған оң шешімдерге көндіге алмауда. Және онымен шығуға ешқандай құлқы жоқ екенін жасырмады. Екі боксшының командаларына өзара келісімге келу үшін 20 күн уақыт берілген болатын. Осы мерзімнің жартысынан көбі өтіп кетті. Ал бұл ретте WBO жағдайға алаңдаушылық білдіріп, британдық жаққа сауал жасаған. Не себепті келіссөздер басталмады деп. Ал оның жауабы мынандай болып тұр. Маған қазіргі сәтте өз командаммен белбеуді босату бойынша ақылдасу керек. WBO мені бұрышқа тығып тастады. Енді мен де олар секілді миға сыймайтын шешімдер жасауға тура келіп тұр. Егер мен белбеуді босатсам, бұл шынымен де миға қонымды шешім болады. Өйткені мораль туралы ылғи айтып жүремін. Демек, іс қазір сол белбеу босатуға бара жатқан секілді. Осының барлығын жасаудағы амалым адал спортшы және адам болып қалғым келетіндіктен. Мен таза спортшыларға жақтаспын және принциптерім де соған сай келеді, деді ол. Бұл оның ресми жауабы, ал мұның астарында үлкен қорқыныш жатқанын біз білмейді деп тұрма? Жалпы деймінде, боксшының жұмысы бокстасу ғой. Қалған шаруаларды оның промоутерлері жүргізу керек емес пе? Бірақ біз Queensberry промоутерлік компаниясынан мұндай мәлімдемелерді әлі көрген жоқпыз. Жанталасып бас сауғалап жүрген Хамзаның өзі ғана. Осыған қарағанда чемпионның Жәнібекпен кездесуіне Фрэнк Уорренның ешқандай қарсылығы жоқ секілді. Тура осы сәтте Шираз қолына ота жасатып қалпына келу кезеңін өткізуде. Бұл жарақатты ол Джиддада өткен соңғы кездесуінде алған болатын. Негізі бұл істе біздің пайымдауымызда Жәнібектен қорқады дейміз ғой. Кім біледі, ондай емес те шығар. Өйткені Хамзадан мансабын ары қарай жалғастыратын бірқатар тиімді жолдар да бар. Бірінші ретте ол Карлос Адамаспен қаржылы жекпе-жек өткізуі мүмкін. Бұл жолы супер орта салмақта. Сондай-ақ Эдгар Берlangaмен жекпе-жекте жоспарланып қойылған дейді. Мұның бәрі Канелоға жеткізер жол екенін білесіздер. Канело қыркүйекте Мбилимен кездеседі, ал сосын келесі ретте мамыр айында Ширазбен шығу керек. Міне осымен мексикалықтың Турки Аля Шейхпен келісімшарты бітеді. Ал Ширазда Queensberryмен бір ғана кездесу қалды. Сосын ол да бос агент болады да, ойланады. Кіммен жұмыс жасайды, қай бағытқа кетеді. Уоррен оған араша түспей тұр дедім ғой. Соған қарағанда Хамза олардан да шығатындай. Сосын ары қарай Зуфада өнер көрсететін шығар. Бұл енді Туркидің өз аймағы ғой. Не болса да бұл жағдай шиеленісіп кетті. Жәнібектің супер орта салмаққа келуі мұндағы тыныш судың бұлқан талқанын шығарды. Артынымен аяқталары бір аллаға аян. Ал шын туайтында Шираз ләм-мим демей келісе салса да болар еді. Үміткерді бекітті ғой. Келіс, ары қарайықсын көреді ғой. Жеңсе, бұл оған үлкен абырой алып береді. Әркімнің қорқынышына айналған қазақты ұтты деген атақпен жүреді. Бірақ бар мәселе осында болып тұр. Ол өз күшіне сенбейді. Тура осында Хамза Шираз деген жобаның сабын көбігі жарылып кетуі әбден мүмкін. Ал қазақтың чемпион болғанын мұнда ешкім көргісі келіп тұрған жоқ. Орта салмақтағы чемпион секілді Жәнібек мұнда да белбеуді алса, онда біз тағы да кептелісті көретін дейміз. Ешкім онымен шыққысы келмейді, шықса тек жаңа есімдер ғана келседі. Сонда не болмақ, білмеймін. Жәнібекке негізінде тып-тыныш асты жақтан бастаған жөн болар ма еді. Танымал емес боксшылармен шығып, жеңіп көтерілсе басқаша сценарий көретін бедік. Мұны да айта алмаймын. Енді Шираз белбеуді босатса, Якоб Банкпен вакантты белбеуге таласуы мүмкін Жәнібек. Бірақ Банкта басын алып қашпай ма? Ол жағдайда не істемек керек? Қайтадан біз Топ Ранктың қолына қараймыз онда. Қорқынышты боксшысына қарсылас табу қазірдің өзіне қиын болып жатыр. Ал Жәнібекпен оларды шығару үшін мол қаржы төгулер керек. Көк қағазды көптеп ұсынса, онда бәрі шығуға келісім береді. Канело да, өйткені мұндай жағдайда жеңілген тарап еш өкінбейді, қалтасын қампайтады. Ал былайша қауіпті боксшыны еншіңе ұстап, оны жай чемпиондармен шығара алмайсың. Қазіргі бокстың ережесі тым бөлек. Баяғы шын мықтыны анықтайық дейтін кез емес бұл. Есеппен қадам жасайды қайсысы болса да. Түбі Жәнібек WBO-ны алатын секілді. Жекпе-жекпен болмаса жекпе-жексіз. Ал ары қарай не істемек керек? Бұл тағы да тұманда. Түптеп келгенде мәселе жаңа айтқандай Боб Арумға келіп тіреледі. Ол қаншалықты қаржы төге алады қарсыластарға? Бұл жағдайда өзі пайда таба ала ма? Кедергі болып тұрғанда осы секілді. Әлімханова американдық болып туғанда баяғыда супер жұлдыз болып тұрар еді. Оның статусы Канелоларының үнін өшіріп тастайтындай. Бар айыбы дүниенің үшінші ел өкілі болып туғанда ма? Бұл сұрақтарға келгенде бас қатып-ақ кетеді. Болашағы не болмақ? Супер орта салмаққа келгенде де тағдыры орта салмақтағыға ұқсай ма? Дегенмен жол бар. Қарапайым кездесулер арқылы Америка нарығын жаулау, өзіне қарату, ағылшынша сөйлеу, қажет болса Америка, мен сені жақсы көремін деп айқайлау. Мұның бәрі оны саттын етпейді, керісінше медиасын көтереді. Америка рингінде тұрып, қазақша сөйлеу ол біз үшін ғана абырой. Бірақ бұл ойында қазақ халқы еш нәрсені шешпейді. Сондықтан солардың тілінде, солардың мәнерінде ойнау керек. Дамитын басқа жол көріп тұрған жоқ.
Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.